Ассалаумағалейкум, құрметті шәкірттер. Сіздермен бүгін кезекті күйіміз келіншекті үйренетін боламыз. Енді сабақты бастамас бұрын күйді басынан аяғына дейін бір рет тартып көрсетейін. Кеттік. Көбісі үйреніп жатқан кезде қарапайым қағыс жасап жатады. Ол дұрыс емес. Мына ритмді ұстанмаңыздар. Егерде шатасып отсаңыздар, санаңыздар. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Бірінші бөлімді әбден қайталап қолдарыңызды үйретіп алыңыздар. Одан кейін барып екінші бөлім, одан кейін үшінші бөлім, солай рет-ретімен үйреніңіздер. Бәрін бастан аяқ тартып шығып, өздеріңіздің желанияларыңызды қашар болмаңыздар, каналға тіркеліп, маған қолдау білдіріп, достарыңызбен бөлісіп, пікір жазып, лайк басып қойыңыздар. Маған деген қолдауыңыз сол болсын. Мен енді көбінесе күй үйреткен кезде астына цифр қоймаймын, неге өйткені видео шығам дегенше ұзақ уақыт алады, монтажға уақыт керек деген сияқты. Көбінесе шығарып жатқан күйлерім өзімнің шәкірттеріме арналады. Ал енді менің үйрету тәсілім сізге ұнап жатса, жаңадан қосылған оқырман болсаңыз, үйрене берсеңіз, нұр үстіне нұр, пайдам тигеніне қуаныштымын. Енді келіншек күйі қалай басталады? Бірінші қағыстарға назар аударайық. Қағыстар екі түрлі тәсілде келеді. Біріншісі алма кезек, яғни аттың жорға қағуы сияқты, былай емес. Қарапайым қағыстау. Енді бұл жерде міне санаққа салатын болсақ, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Сонда 1, 2 деген санаққа төмен бір қағыс жасаймыз да, 2 санға. Ал жоғары кеткен кезде 3 жоғары қағыс кетеді. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Осы қағысты қағып үйреніп алыңыздар. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Осыны қайта қайталаңыздар. Бірінші қағысы. Осы күйде басынан аяқ кездесетін қағысты көрсетіп жатырмын. Енді екінші қағысы бір төмен, екі жоғары. Енді санаққа салатын болсақ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Енді күйді бастамас бұрын құлақ күйін қалай келтіреміз деген сұрақ туындауы мүмкін. Pano Tuner деген арнайы қосымша бар. Соған кіресіздерді астын G, яғни соль дыбысына келтіресіздер, үстін D, латынша D, яғни ре дыбысына келтіресіздер. G деген кезде жасыл жану керек. Осыны құлағын бұрап тұрып келтіресіздер да, одан кейін үстін D деген әріпке келтіресіздер, сол кезде құлағы келеді. Pano Tuner деген қосымша мен осы жерге төмен жаққа шығарып қоямын. Ал енді күйіміз бастайық. 4-ші пернемен 5-ші пернеден басталады. Бармақ 5-ші пернеге, 1-ші саусақ 4-ші пернеге. Жаңадан қосылып жатқан оқырмандар болатын болса, бізде домбырада сол қолда 5 саусақ деген ұғым жоқ. Бармақ 1, 2, 3, 4. Түсіндіңіздер ғой? Енді күйімізді бастаймыз. 1-ші саусақ 4-те, бармақ 5-те. Бағана алғашқы айтқан қағысымыз кетеді. Міне 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Енді екінші пернеге жоғары қағыс қағамыз. Түсіңіздер ғой? Қайттан міне 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Екінші пернеге төбесі ашық, жоғары қағыс қағамыз. Енді
4-5-тен қайттан бір қағыс жасаймыз да, и 5-5-ке кетеміз. 1, 2, 3, көрдіңіздер ма? 4, 5, 5. Алма кезек қайттан. И жоғары қарай екінші пернеге. Қайтадан 4-5-тен қайталаймыз бағанағы бірінші әуенді. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Екінші пернеге жоғары қарай. Енді 4, міне бағана бастағанбыз. Қағысқа, саусаққа мұқият назар аударыңыздар. 4, 5, 7-ге жоғары қарай. Алма кезек. Бітті. Енді арасын қосып, жай тартып көрсетемін міне басынан бастап. Енді екінші бөлім, яғни кіші саға 12-ші пернеден басталады. Екінші саусақпен түсеміз. Үсті ашық. Осы жақта ойнап атқан кезде үстін мүлде баспаймыз. Кеттік ал. Тура бағана қағыстан бастаймыз. И 11, 12, 14. 11-ге төмен жоғары. Енді 9-дан 9, 11, 12, қайттан 9-ға 2 қағыс, и 7-ге. Төмен, жоғары, и қайттан жоғары 11-ге. Қайттан дәл өзін қайталаймыз, екінші рет. 4 қағыс көрдіңіздер, 12-ден міне. 1, 2, жеке-жеке санағанда 4 қағыс болады. 11, 12, 14, и қайттан 11-ге ораламыз. Енді 9-дан 9, 11, 12, қайттан 9-ға, и 7. Бұл 7-де тұрамыз. Бағанағыдан кішкене өзгешелігі бітіреміз. Нүктесін қоямыз. Бітті. Енді ортаңғы, яғни үшінші бөлім. Бірінші бөлімге ұқсайды, бірақ кішкене өзгеше. 4-5-тен басталады. Ашып береміз да, екінші пернеге кетеміз. Төмен жоғары. Міне қайттан. Ашып береміз. Екінші перне. Жоғары қағыс 4-5-ке. Енді 5-7, бір төмен 2 жоғары қағыс. Тұра береміз міне. 1, 2, 3, үсті ашық, 7, 9, 11, енді 10, 12. Қайттан 4-5-тен қайталаймыз. Соңы басқаша болады. Ашып береміз да, екінші перне үсті ашық, 4-5-ке жоғары, 5-7, бір төмен, 2 жоғары. Енді қайттан төмен, 4-ке жоғары, екінші пернеге жоғары, и 5-ке бітіреміз. Нүкте. Қайттан бағана 7-дегі нүкте қойған сияқты, 5-тен нүкте қоямыз. Асты ашық. Енді 4-ші бөлім, яғни бізде екінші саға, үлкен саға. Мына 17-ші, 16-ші пернелер ойналады, сондықтан үлкен саға есептеледі. Кеттік ал. Бұл жерде енді алма кезек қағыспен бастаймыз. Қайттан түсіндірем. 12, 14, 16-ға 4-ші саусақ. Жұптап санағанда 3 рет тұрамыз міне. 1, 2, 3. Енді 14-тен бірінші саусақ. Екінші саусақ 16-ға. Үшінші саусақ 17-ге. 16, 17, 16, 14. Енді 12-ден 14, 16-ға жоғары. И 14, 16, 14 жоғары. И 12. Соңын ашып береміз.
Қайттан дәл осын қайталаймыз, бірақ соңы өзгеше болады. 16 тұрамыз. 2, 3. Жұптап санағанда 3 қағыс болды. Енді 14, 16, 17, 16, 17, 16, 14. 2 қағыс жұптап санағанда 12, 14, 16, 14, 16, 14, 12. Ашпаймыз. Енді 11-ден дәл осы формуланы істейміз. 11, 12, 14, 12, 14, 12, 11. Енді 9-ға 2 қағыс. Жеке-жеке санап. 14-ке 2 қағыс. 1, 2. 7-ге нүкте қоямыз. Бітті. Енді бағанағы ортадағы 3-ші бөлімді қайттан қайталаймыз. Ашып береміз. 2-ші перне үсті ашық. Жоғары қарай 4-5-ке. 5-7. Бір төмен 2 жоғары. 7 жоғары. 11-ге жоғары. 10, 12. Қайттан қайталаймыз. Ашып береміз. 2-ші перне. 4-5-ке жоғары. 5-7. Бір төмен 2 жоғары. Енді 7-ге төмен. 4-ке жоғары. Үсті бармақ 5-те басылып тұрады. 2-ші пернеге жоғары қағыс. 5-тен нүкте қойылады. Енді жай тартып көрсем осыны. 7, 9, 11, 10, 12. Қайттан 4-5-тен ашып береміз. 2, 4-5-ке жоғары. 5-7. 7, 4, 2, 5. Болды. Кенжекей осындай қысқа ғана ойнақы, жеңіл, бір төмен 2 жоғары және де алма кезек қағыстармен ойнап үйренесіздер. Келесі күйде кездескенше.